Абай мұрасы шекарада ұлтта талғамай туған достық үйінде өткен түрлі тілдегі Абай шарасы айшықты дәлел болды. 10 тамыз күні қазақтың бас ақынының туғанына 181 жыл толуына орайластырылған мәдени шараның шымылдығы Асыл әжелер ансамблінің орындауындағы табиғат лирикасына ұштасқан Қараңғы түнде тау қалғып әнімен түрілді. Қанша жыл өтсе де міне Абайдың өшпес өлеңдері қазақ халқымен бірге жасасып келе жатыр. Абай өлеңдерінде ғылым, білім туралы, табиғат лирикасы, махаббат лирикасы, саяси әлеуметтік лирика, осылардың бәрі Абай өлеңдерінің негізгі арқауы болды. Міне осы қоғамда Абай айтқан кейіпкерлер қазір біздің арамызда әлі күнге дейін бар. Бола береді, жүре береді, оны жасырпақ ары қарай жалғастырады. Міне Абайдың өміршеңдігі өзі айтпақшы, өлсем орным қара жерсіз болмай ма, өлеңім бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат қадаулатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма демекші, өзі осы өлең туралы жазған көп шығармалары бар. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ балдыр ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастар бермек үшін деп, жалпы қазақ әдебиетіндегі мынау өлеңнің жаңа үлгісіне бағдарлама жасап кеткен ол ұлы ақын Абай. Абай осы ұлылығымен, даналығымен біздің қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақтала береді. Біртуар тұлғаның шығармаларын көпшілікке кеңінен насихаттау мақсатындағы шарада этномәдени бірлестік өкілдері белсенділік танытты. Олар Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін түрлі тілде орындап, ақын шығармаларының ұлт пен ұлысты біріктірер рухани құндылық екенін көрсетті. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, білдім басым қартый састым, тұрам таштым жалма-жан. Это ежегодное мероприятие. Бұл жыл сайынғы шара. Достық үйінде жылда барлық этномәдени бірлестік өкілдері осы шарада бой көрсетеді. Қанша уақыт өтсе де Абай шығармалары түрлі тілде орындала беретінін дәлелі. Айтым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас. Сағынғанан сені ойлап, келер көзден ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар артылмас. Бір өзеннен басқаға ынтымақтығым айтылмас. Әлемнің 30 тіліне аударылған қазақтың ұлы ойшылының шығармаларының бір қатары осылайша Достық үйінің сахнасында орындалып, әдебиет сүйер қауымды тағы бір тебірентті. Өзге этнос өкілдерінің ғұламаның шығармаларын орындауы Абай мұрасы тек қазақ халқына емес, барша адамзатқа рухани ортақ қазына екенін тағы бір мәрте айшықтады. Осылайша шара достық пен бірлікті дәріптеген әсерлі кешке ұласты. Терең бойға мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық палау, соқпақсыз жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым.